Айша анамыздан келеді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Егер қайсысы біреуің ұйықтауға ниет ететін болсаңдар, екі қолыңызды алып, соған үрлеңіздер. Екі қолды алып, деп үрлеп, одан кейін екі сыйыну сүресін оқыңыздар дейді. Құл аузу би раббил фалақ пен құл аузу би раббин нас. Сол екеуін оқып, одан кейін бүкіл денеңізге соны сипаңыздар деді. Енді екінші бір риуаятта келеді, пайғамбар алейхиссалату вассаламның өзі солай істейтін дейді. Бұл жерде Ихлас сүресін қоса айтады. Жатар алдында пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам екі қолын қосып деп үрлеп, болғаннан кейін Ихлас сүресін, Фалақ сүресін, Нас сүресін оқып болады екен. Сосын басынан бастайды, бетімен жалғастырады, денесінің алды, сосын қол жеткен жерге дейін пайғамбар алейхиссалату вассалам сыйпап сөйтіп жататын.